Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз үй жағдайында өте дәмді сухариктер дайындаймыз. Ең алдымен менің каналым менен инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Ең алдымен сіздер өздеріңіз кез келген нанды алсаңыздар болады. Мен бұл жерде булка нанын алдым. Булка наннан өте керемет болып шығады. Қаласаңыздар батон нанынан немесе лепешкадан да турап жасауға болады. Мінекей, осылай видеода көрсетілгендей етіп, ұзын етіп турап аламыз. Одан соң кубиктап осылай тураймыз. Барлық сол алған кез келген нанымызды осылай өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз. Қаласаңыздар үлкен, қаласаңыздар кішкентай, барлығы да өз қалаларыңызша әрине. Өздеріңіз қалай жасағыларыңыз келеді, соған қарай пішінін де келтірсеңіздер болады. Мінекей, осылай барлығында турап аламыз. Нанымызды өзіміз қалағанымызша. Мінекей. Барлығында осылай видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Негізі булка менен батон нандарынан жақсы шығады. Сондықтан да булка менен батон нандарынан жасасаңыздар болады. Оның үстіне бұл егерде сіздерде нан қатып, солай тұрып қалатын болса, осылай жасап жіберсеңіздер, бәрі де жеп қояды, өте сондай күшті болып шығады. Егер нандарыңыз қатып, ешкім жемей жүрсе, әрине. Осылай видеода көрсетілгендей етіп пайдалап, бәрін жақсылап турап алыңыздар. Енді біз осы ыдысымызды, яғни пісіретін ыдысымызды жақсылап майлап аламыз, немесе пергамент төсеңіздер де болады әрине. Одан соң осылай үстіне саламыз дағы. Енді осы біздің туралған сухариктерімізді, яғни нандарымызды 160 градуста 25 немесе 30 минут көлемінде пісіріп алғандарыңыз жөн әрине. Одан артық пісірсеңіздер күйіп кетуі мүмкін. 25-30 минут аралығында пісіріп алыңыздар. Біздің сухариктер пісіп шықты, нандарымыз яғни. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолжетімді ингредиенттен дайындалады, және де үй жағдайында өте тез әрі дәмді болып шығады. Өте тез дайындалады және де дәмді болып шығады. Сіздерге ұнағанына сенімдімін. Ұнаса лайк басып